Ассаламу алейкум қадірдалар. Сіздер менен және бір күнді сау саламатлықта қарсы алмақтамыз. Ассаламу алейкум азизлер. Атқан таң мұбарек болсын. Бүгін естетіп өтсек, әптенің екшембі күні, яғни 2 май. Біз сіздер менен туырдан-туыры тікелей эфирдеміз. Дұрыс айтасыз Айбек, әлбетте базы бір техникалық кемшіліктеріміз сезіліп қалса, бұның үшін алдынан кешірім сұраймыз. Лекін дүртушілік жамаатымыз көрсетуіміздің жақсы шығу үшін тайрылықлар көрген. Міне біз сұлай етіп, бүгінгі көрсетуімізді басылаймыз. Мархамат, көрсетуімізді бір әжайып қосықпенен бастасақ, соң давам еттіреміз. Көрсетуіміздің дәслепке мейманымен таныстырып өтсек, Қарессізлік һәм Низам газетасы редакторы Миясар Қабулова. Миясар апа, студиямызға қош келіпсіз дейміз. Міне ерте таңнан студиямызда мейманда болып отырғаныңыздан жүдә қуаныштымыз. Тек қана сіз біздің студиямыз мейманы емес, әзір бәлкім бізді тамашалап отырған барша замандастарымыздың шаңырағының мейманы болып отырсыз. Бұл сезімдер сізге қаншалык зауқ бақшылайды һәм кейпиятыңыз қалай? Ассаламу алейкум. Кейпиятым жүдә жақсы. Бүгінгі атқан таң әмемізге атқан таңымыз ақсыға несібе берсін деп тілеп қаламын. Миясар апа, сәуетімізді сіздің дөретушілік жұмыстарыңыздағы жаңалықтармен бастасақ, екінші жержүзілік ұрыс жылдарында Қарақалпақстан баспа сөзі кітабыңыз жарық көрді. Бұл бір кітап құмарлар үшін жаңалық сауға болады десек болады, солай емес пе?
Ава, шынында да екінші жер жүзілік ұрысшыларында Қарақалпақстан баспасөзі атлы кітабым жақын арада баспадан шықты. Бұл жерде Қарақалпақ журналистикасының ұрысшыларындағы еткен минетлері, сондай-ақ журналистлеріміздің сол уақыттағы әдебиет тарауындағы жанкүйерлеріміздің істеген минетлері, жеңіске ерісу үшін алып барған сонша ерліктер хақында сөз етілген. Бұл кітапты шығаруға не нәрсе себеп болған, Миясар апа? Енді өзім журналистика тарауында минет еткеніміз үшін, енді көпшілік осы тарауға өз үлестерін қосу шарт деп есептаймын. Бұны мен сәл ертелеу бастап едім жазып, соның үшін бұны төрткі болған себеп, ең текарғы себеп, енді жазып болған уақытында қыз апам үйге келіп, оны оқып көріп еді. Сонан кейін ол маған неге енді тезірек баспадан шығармайсаң деп, сол Мехрибан апам маған сол кітап шығаруға түрткі болған инсанлардың бірі. Сіз сол кітапты шығаруыңыздан алдын бір 46 деректен пайдаланғансыз да, 43 екен пайдаланған әдебиетлардан. Енді көп жерде мағлұматтар алғансыз, ұрыс 4 жыл давам еткен. Бұл сол кітаптың ішіне сыйдыру аздылық етпей ме бір кітапқа мәселе? Әлбетте дұрыс айтасыз. Ұрысшылары жүдә көп уақыт давам етті. Көп адамдар сонша қан төкті. Бұл бір кітаптың ішіне оның хаммесін сыйдыру аңсат емес, мүмкін емес та, себебі оның елі зеркленбеген сонша қырлары, сырлары жүдә көп деп ойлаймын. Көбінесе бұл менің пайдаланғаным Қызыл Қарақалпақстан газетасы, онда жарияланған мақалалар, радиодан естірілердің сол уақытта айтылған мағлұматлар хақында пайдаландым. Сондай-ақ архив материаллары һәм кітапхана, республикалық кітапханада газета тренділерінен пайдаландым. Көптеген ілімпазларменен, сондай-ақ ұрыс қатынасушылармен алдын ала ұшырасқан уақытларымда олар сол уақияларды айтып берді, һәм олармен сәубетлесу өзіме несіп етті. Бұл кітаптың ішіне хаммесін жариялау мүмкін емес екен өзім пән аламын. Ол хақында еледе кеңірек іліми бір зерттеулер алып бару шарт деп есептаймын. Миясар апа, білесіз бе, бұл кітапты оқып отырып, сондай қатарларды ұшыраттық та, қайтқан қайтпағаны хаммесі батыр, әрі бірі Рүстем дейді, дастанға татыр. Беларусь тоғайында қай жерде мәңгілік ұйқыда жатыр. Өзбекстан қаһарманы Ибраим Юсуповтың қос қатарларынан басылған кітаптың 3-ші бөлімі сондай сөздермен давам етеді. Яғни 4 жыл, 48 ай, 1138 күн, 34438 сағат. Отанымыз ұсынша уақыт от ішінде, тағдыр қыл көпір үстінде тұрғаны баяланған. Осындай бір мағлұматларды жаза отырып, зерттей отырып, өзіңізде қандай сезімдер болған? Негізі бұл кітапты жазғанның өзінде инсанда сол еткен жеңіс үшін жанын беріп, сондай қанлы соғышта қызмет еткен жауынгерлеріміз, фронтта һәм тылда қызмет еткен әрбір ата-апаларымыздың минетлері көз алдыңа келеді. Газета бетлерін, газета тренділерін қарап отырған уақытымызда олардың сол уақыттағы жанрларының өзі тез хатлай, тез жеткеріп беру жанрынан пайдаланғаны, һәм жеңіске ерісу үшін сондай бір оперативный һәм бір идеологияның өзі бір патриотлық идеяларменен сәуленгені, сондай бір суғарылғанын сезіп барасың. Сондай-ақ олардың еткен минетлерінің әр қайсының бірінің істеген қайтқанның да, қайтпағанның да әр қайсының ерліктері, қаһармандықтары хақында сезініп тұрасың. Һәм оларды жазбауға біздерде қалай айтсақ екен, оларды жазбау құқығымыз жоқ деп есептаймын. Сондай-ақ олардың ішінде алға бір ілгерілеушілік, жеңіске деген ұмтылушылық, бір-біріне деген сүйіспеншілік, адамгершілік, туысқаншылық білініп тұрады. Ұрыс жылдарында Қарақалпақстан баспасөз қызметкерлерінің минетлері хақында жазылған бұл кітабыңызда сол уақытлары журналистлер, баспасөз қызметкерлері қаншелі халыққа жарқын келешек үшін сенім оята алған? Меніңше жеке өзіміздің Қызыл Қарақалпақстан газетасының өзін алып қарағанымызда, Қызыл Қарақалпақстан газетасы басқа газеталарға шықтырған, сол уақыттың өзінде жеткіншек балалар газетасы мен жас ленинші болып аталған қазір Қарақалпақстан жастар газетасы сол екі газетаның вазипаларын өзіне қамтып алған. Сонымен бір қатарда
әрбір санын оқып қарасақ, ол жерде жеңіске деген ұмтылушылық, жеңіске деген шақыру, жеңіске деген сондай бір халыққа жеткеріп бару, олардың фронттағы уақияларды хатлар арқылы жеткеріп беру жүдә жоғары дәрежеде жеткерілген деп есептаймын да. Сондай ол жерде ананың балаға, баланың анаға, отанға, халыққа деген бір шақыру, жеңіске деген ерсу үшін шақыру хатларындай бір үлкен материалдар жарияланған. Онан тысқары орайлық «Известия», «Правда» газетларының көпшілік рус жазушыларының шығармалары қаралпақ тілінде аударылып төретілген. Рахмет, Миясар апа, бұл кітап арқылы кітапта жазылған мазмұның қысқаша да болса да тамаша көреріміз таныс болды деген үміттеміз. Сізге дөретушілік жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Жаңа осындай жақсы мазмұндағы кітапларыңызбенен, дөретушілігіңіздегі жаңалықтарыңызбенен сізді және студиямызда күтіп қаламыз. Жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Қадірлі достар, көрсетуіміз давам етеді. Әлбетте, бүгінгі күнде біз қайсы орынға барсақ та, ондағы рауажлануларды, һәм сондай-ақ халқымыздың жүзлеріндегі қуанышты көреміз. Қазір нәубетте күтіп тұрған рубрикамыз бар еді, көрсетуімізді сонымен давам еттірсек. Әлбетте, бұл ауыл тұрмысы хақындағы сюжетіміз еді. Мархамат, тамаша етің. Бүгінгі күні мемлекетімізде халықты социалдық жақтан қолдап қуатлау бағдарында ісленіп отырған жұмыслар абадан тұрмысты тәмелеу менен бірге халқымыздың келешегінің беккен болуына тика жаратпақта. Соның үшін макан har bir insonning, har bir шаңырақтың har taraflama орнын белгілейтұғын, жастарымыздың өсіп тәрбие үлгі алатұғын ошақ есептелінеді. Бұқаралар арасында тынышлық орнату, жастарды har taraflama баркамал етіп тәрбиелау, шаңырақлар арасында татулықты беккемлеу, жәмиетте социалдық рухи түсінікті қалыптастыру, милли дәстүрлер менен үрп-әдетлерді жетілістіру, жәмиетте хаял қызлардың белсенділігін асыру, сондай-ақ бантлікке көмеклесу жұмысларынан келіп шыққан вазифалар Кегелі районындағы Жаңабазар ауыл бұқаралар жиыны аймағында да жауапкершілікпенен атқарылып жатыр. Бұл жерде жұмысы жасыларды, үйде отырған бос аял қыздарымыздың бантлығын тәмелеу бойынша бұл жерлерде фермер қожалықтарында қала берсе, ауыл қожалығында тамарка жерлерінде жұмыспенен шұғыланып, өздерінің белсенділігін көрсетіп отырған жастарымыз жүдә көп. Жаңабазар ауыл бұқаралар жиыны аймағында темір дәптерге кіртілген 7 шаңарақ болып, сонан 60 аял қызымыз аялар дәптеріне кіртілген. 161 жастар дәптеріне кіртілген. Олардың бантлығын тәмелеу, жастардың еледе жұмыспенен шұғылануы, оларды бір өнерменділікке, кәсіп өнерге үйрету үшін еледе үгіт насихат жұмысларын алып бармақтамыз. Біздің аймағымызда көбінесе жастарымыз қазіргі күнде жеңілдетілген кредитлерді алып, мал шаруашылығы, диқаншылықпенен шұғыланып келмекте. Ауылдың көрінісі сұлу, көпке бой созған ақталар, тереклер, мейуалы бағлар, пақта һәм бидай атызлары бұл ауылдың тұрғыларының диқаншылықтан ырысқы несібесін алып атырғалығын дәлелейді. Осы маканның тұрғыны Арзу фермер қожалығының баслығы Палзада Сәлиевада жердің бейбақа байлық екелігіне тәсин қалады. Жерге тәрбие берсең, оған мехір менен қарасаң, ана жерден ырысқы несібеңді аласаң, дейді Палзада Сәлиева. Ол ауыл адамларына өзінің үлгілі іслері менен өрнек. Минет инсанды бақытқа жетелейді, минет түбі рахат, минет ақында даналық сөзлер жүдә көп айта берсек, осындай минеттен бақыт тапқан хаял қызлардың бірі қазір менің жанымда. Арзу фермер қожалығы 1994 жылы шүркеместірі. Бұл фермер қожалығы көп тармақлы болып бөлінеді. Бұда шаруа, пақта, ғалле, бидай һәм боян тамыр плантация болып бөлініп жатыр. Биылғы жылы 32 гектар жерге бидай ектік. Міне режеде 25 гектар жерге, пақта болса қазір 15 гектар жерге тұқым тастап, нәлім тегіс көгеріп жатыр. Ауыл хаяллары көбінесе енді біздер көбінде диқаншылықпен шұғылданамыз. Бәһәрде баслап атызда боламыз, өзде жиын-терінге дейін, басқа уақытлары қыс маусымлерінде жинаған егін тегілерімізді зағара жауамыз, жүргіт. Көбінесе бала шағасына, үй несіне тәрбиесіне көрпе төсек тігеді. Сондайғы бәһәрге дейінгі аралықта өзінің қожалығымен бінт болады.
Азанда ерте тұра туған адамның несібесі артық болады дейді ауыл адамлары. Сол балалығынан қалбіне сіңіп қалған бұл әдет ауыл адамларының еле тәкірарлайтұғын ең үлгілі ісі болып қалмақта. Себебі ауыл адамлары ешқашан қарап отыруды қалемейді. Олар ерте оянады да атызын аралауға, онда минет етуге асығады. Жерге тәрбие берсең, оған мехір менен қарасаң, бауырын иетұғын ана жерді олар һәмме уақыт қастерлейді. Һәммені де осындай атырап аймақты көклем зарластыруға, һәм абадаластыруға шақырады. Осы ауылда жасайтұғын Қаллигүл апа Абдалова да өзінің үлгілі іслері менен көпке өрнек болған. Қаллигүл апа ауыл хаялларының бірі. Атызда көп жылдар минет етті. Қазір демалысқа шықтым деп қарап отырғаны жоқ. Ауылдағы жас шаңырақларға тұрмыстан түйген ақыл нәсиhaтларын беруден жалықпайды. Жаңа базар ауылында 1984 жылдан бері жасайман. Міне сол ауылда Арзул фермер қожалығында минет етемен. Біздің ауылымыз сол диқаншылықпенен шұғыланады. Мына ауылымыздың диқанлары егін егіп батырыпты, бақ отырғызып батыр, майда шүйде егілерін егіп батырыпты. Ертеңгі күні Құда қаласа мына қапшыққа түсетін жүгер егілерін егіп батырыпты. Пақта атызларында минет етіп батырған халқымыз, біздің ауылымызда жастарымыз һәммесі де өз минетлеріменен шұғыланып батырыпты. Ауылымыздың жағдайы жаман емес, Құдайға шүкір. Мына Арзул фермер қожалығындағы басылығымыз жұмыссыз балаларға жұмыс тауып беріп жатырыпты. Ешкім жұмыс емес, жақсы жасап жатыр ауылымыз. Міне сол ауылда неше жылдан бері жасап жатырмын. Құдайдың берген 4 балам бар. 4-еуінен 4 жерге қожалық қылып қойыппан, 4 келінім бар. Сол 4 келінімнен Құдайға шүкір әйтеуір жақсы жерлерден түсіріп, өзімнің қызметімді етіп жатырыпты. Әрбір іске қол ұрғанымызда тәжірибе бәршемізге керек болады. Өзіміздегі шеберлік, өзіміздегі ұқып құлласы әрбір жақсы харекетіміз бізді көзалықтың шайдасы болуға жетелейді. Қанзада Сәлиевада осы жаңа базар ауыл бұқаралар жиында шебер хаял қызлардың бірі деп тілге алынады. Ол құрақ құрайды. Ауылдағы қыз келіншектерге қол өнерін үйретуден жалықпайды. Бұл өнерге балалық кезімнен қызығатын едім. Үйде апаларым істеп отырғанда қасында көріп үйренген өнерлерім. Өнер бұл адамның қолының гүлі. Осы өнер арқылы өз бала шағаларымды бағып отырман. Ауылдың қыз келіншектерін үйретіп отырман. Мына ұстап отырған құрағым бұл қырықтырнақ деп аталады. Құрақ болғанменен бұл құрақтан мәнілі құрақ болып келеді. Қапталарындағы жол болып түсу керек тіккен кезінде. Құрақ құрау үшін әрбір інсан сабырлы болу керек. Бұл бала көрпеше болып келеді біздерде. Қыздарды ұзатқанда тігеміз. Мынаның дастығы, 2 көрпешесі, 2 адамдық дастық, һәм шымылдырығы. Барлығын парменен тігіп, жүкке жинаймыз. Мен тек бұл құрақпенен де шұғыланып қоймаймын, салатам істеймін, тортам істеймін. Перзентлеріме де осы өнерді үйретемен. Міне біз Кегелі районындағы жаңа базар ауыл бұқаралар тұрмысынан сөз еттік. Көріп куәсі болғаныңыздай, ауылдың қайсы бір адамы менен сәубетлесең де, олар өз жерін жәннет мәкан сияқлы қабыл етеді, һәм сөз маржалары менен тәркілеп беруге харекет етеді. Бұны болса бақытлы жасап атырған адамлардың тұрмысынан, һәм олар мәкан басқан құтлы жерінен көрдік. Соның үшін да ауылда өскеннің өз алдына сәні бар дейді. Ауыл оның құшағы кең һәм сақи. Егер сен минетпенен шынықсаң, әне соның жемісін көресің. Қарасаң, ауыл адамларының жүздерінен мехір төгіліп тұр. Олар минеті ауыр, машқаласы көп болса да бәрібір өз ауылын жәннет мәкан сияқлы қадірлеп сүйеді. Соның үшін да әрбір ауылдың жаңаша көрінісі һәм һәр қандай жаңалығы бұл жерде жасап атырған адамларға ана жұрт тымсалын еслетеді. Бәршемізге белгілі 3 май халықаралық баспасөз еркіндігі күні. Біз білеміз, адамзат пайда болғалы берлі жаңалықларға, хабарларға ұлыма, информацияға болған талап жоғары болған.
Дұрыс айтасыз Айбек, заманның рауажлануы менен баспасөзден кейін ғалаба хабар құралларының радио, телевидение, сонымен бірге интернет журналистикасы да пайда болу арқылы адамдардың ойлау, пікірлеу қабілеті де өзгеріп бармақты. Ең басылысы бүгінгі күннің басылы талабы міне осы ғалаба хабар құралларынан дұрыс һәм анық пайдалана алу болып есептелінеді. Қарақалпақстан телеканалы арқылы хабарларды, жаңалықтарды қысқа һәм анық етіп жеткеріп беруде мінсіз қызмет етіп жатырған хабар һәм мәлімдеме талдау редакциясы жәмәтінің минетлері һәм жетістіктерін айрықша. Осы бағдарда сөйлесу үшін біз бүгін көрсетуімізге редакция бас редакторы Венера Сариван мұрат еткенбіз. Студиямызға қош келіпсіз. Рахмет. Венера апа, қош келіпсіз дейміз. Біз білеміз, таң атқаннан күн батаман дегенше сіздің редакцияңызда жұмыс қызғын болады. Солай болса да қызықтыратығын сұрау, бүгінгі күнде сол сіздің редакцияңызда күн қалай басталады? Бізде күн телефон шырылдысынан басталады. Әлбетте бұл әзіл. Ассаламалейкум, Қарақалпақстан. Неке елімізде ажайып таң атты. Екшембі күні. Ол жүда бір ажайып демалыс күні, һәм менің бір шаңырағында бірлесіп, бір қандайда бір жобаларды әмелге асыратқан күн. Әлбетте һәм менің ниеті әмелге ассын дейміз. Кімдір мінекей бүгін өзінің шаңырағы үшін базарлық қылады, кімдір мейманға барады, кімдір мейман шақырады. Кімдір үй жұмысларыменен үй жұмысларымен, әсіресе аял қызларымыз. Мінекей осындай мүбәрек Рамазан күндерінде әсіресе ата-аналарын, жақын жуықтарын, туған туысқаларын көруге барады. Осындай күндерде әлбетте күні жақсы басланып, әрбір инсанның еліміздегі күні мазмұнды давам етсін деген тілек білдірмекшімен. Ең әуелі сұрауыңызға келетін болсам, ол болған мен бекарға айтпадым, телефон шырылдысынан басланады деп. Себебі haqiqatan да бүгін біздің тикар құралымызға айланып қалған телефон. Жұмысымыздың 80-90% телефон арқылы. Дұрыс айтасыз. Себебі тапсырмалар, вазипалар көпшілігі телефон арқылы беріледі. Бірақ та солай болса да, қазір мінекей таң азаннан үйден шығып болып келатырсам, мінекей бір нәрсеге дөретуші адам үшін бір ілхам береді ғой нәрселерді, бұл ең әуелі. Сол өтіп бара тұрсаңыз, үйлердің алдынан бір мазал иістер шығып жатырыпты таң ертеден. Одан музыка шығып тұрыпты үйлерден. Демек бір адам не дейді, бүгінгі тыныш заманға шүкірлік етесің. Бұл әлбетте дөретуші адамды бірінші мәрте ілхам береді тұғын нәрсе. Мінекей осындай нәрселерден бір ілхам алып, еш алып, сондан идеялар кеп шығып, редакциямызда ең бірінші жұмыс осы идеялардың бір қарысып кетуіменен, пікір алысуларменен басланады негізінде. Міне қазірде мен съемкадан кетірппін, расын айтатығым болса, теміржол вокзалында мінекей Өзбекстан көлемінде бірінші орында алған жастарымыз, яғни анығырақ отан сүйушілер таңлауының жеңімпаздарын күтіп алды. Қазір сағат 6-ның уақытында. Жұмысымыз har күні осындай. Себебі бүгін заманның талабы бұл. Информацияны оператив, анық һәм дәл жеткеру бүгін біздің осы жамааттың алдына қойылған тикарғы вазипа. Негізінен бір сөзбен айтқанда, идеялар, пікір алысуларменен басланады. Кім осы расын айту керек, келеміз кабинетке, сондан бір-біріменен сұрасуға да уақыт жоқ. Бір уақытлары бір-бірінің хал-ахуалын сұрасуға. Сондан бүгін қайсы хабарды бүгін тезірек жеткеруіміз керек. Қайсысын тез оператив даярлауымыз керек. Һәм бұны кім даярлайды, қалай даярлайды. Осындай пікір алысулармен басланады. Жұмыстарды бөлістіруменен басланады, тура айтасыз. Жүзі жақсы, Венера апа, біз жақсы білеміз, лекін тамаша гүлерімізге еле де хабар редакциясын таныстыру үшін біз біраз көріністерді суретке алған едік. Қазір біргелікте тамашалап, соң соhбетімізді давам еттірсек. Жүзі жақсы. Мархамат, біргелікте тамашалаймыз.
Азизлер, көрсетуіміз давам етеді. 3 май халықаралық баспасөз еркіндігі күні мünәсәбәтіменен Өзбекстанда барлық журналистлер үшін алтын қалем милли таңлау өткеріліп келмекте. Яғни осы 2 май 2019 жыл міне осы сәнеде редакцияңыз қолға кіргізген һәм жамаат атынан өзіңіз Ташкент қаласына барып үлкен сахнада сауғаларды қабыл еткенсіз. Сол уақыттағы қуанышларыңызды бір еслеп алсақ. Тура айтасыз. Алтын қалем бұл әрбір дөретушінің, әрбір журналистің арзуы. Сол уақыттағы сезімдерімді білдіру үшін 2019 жылы студияңызға мұраят еткенде бір өзгеше сезімдермен айтып берер едім. Әлбетте әзілдесіп отырпын. Таңертеден кейін кейпиятты көтеру үшін туры ұмытылмас. Бұл әрдайым арзырлық еслеулер. Себебі бұл жамаат болып алу алтын қалемді жүда сирек болады екен. Бұл алтын қалем сыйлығы әлбетте жаңа жоғарыда айтып отыргенімде әрбір дөретушінің арзуына айланған. Бұл үшін харекет етеді. Бұл әлбетте дөретуші адам үшін бұндай сыйлық, қолап қуатлау және де ілхам еш береді. Бұны әмеңіз жақсы білесіз. Сол үшін де бұл жүда күтілген һәм күтілмеген сыйлық болды деп айтамын. Себебі осы орында алтын қалем хақында гәп кеткенде бірінші орында 9 май еслеу һәм қадірлеу күні жақыласып қалды. Әлбетте осы орында біздің сол уақытлардағы телерадио компаниямыздың директоры, керек болса Қарақалпақ медиа майданның баслаушысы, инициаторы деп айтсақ болады, марқұм Бақытбек Елмановты еслеп өткім келеді. Себебі осы кісі редакциямызға келді бір күні. Әр күні хабар алып тұрады жұмыс барысынан. Бірақ солай болса да, бір сол күні келді. Сіздер деді, күні түні минет етіп атырыпсыз деді. Бұны бір жарыққа шығару керек қой, қызлар, жігітлер. Бұны сіз алтын қалемге тапсырың материалдарыңызды деді. Бірақ енді жұмыстың баса-басы менен турасын айту керек. О материалдарды жинауға, оны тақылап жіберуге де уақытымыз жоқ. Бірақ хақиқатында да жұмыс ісленіп атырыпты. Біздер уақытымыз жоқ ау десек, яқ ондай қылмаң деді. Бұл нәрсе бақалану керек. Себебі деді, қызлар, жігітлеріңіз деді, аралдың түбінде сол жылдар 80 егудің жаңа басыланған жылдары жүда бір 3-4 күрлеп суықларда қалып кеткелері болды. Ешқандай оларменен бір байланысы үмканияты болмаған, хаттекі жетіғын азық ауқаты қалмаған уақытларан бір сондай күллерді басынан кешіргенін Бақытбайға жақсы білет оны еді. Соң үшінде ол ұсынысты берді, һәм біздерде әрекет етіп көре берек, жатып қалғанша атып қалды еді ғой, мотивация берді. Сол жылы сонымен біздер редакциямызда ісленген ең жақсы материалдарды алтын қалем таңлауына жіберген едік. Хаттанам осындай 1 май күні біздерге хабар келді, Ташкентке жетуіңіз керек. Хабар редакциясы алтын қалем милли сыйлығын алған. Бұл жүда бір жағынан біздің минетіміз хақиқатында тұратын еді деп мақтана аламыз. Бірақ солай болса да сонша Өзбекстан көлеміндегі журналистердің арасынан жамаатлік болып сондай сыйлыққа ие болу бұл күтілмеген. Екінші орында алдыңыз. 3-ші орында алдық. 3-ші орында алдық. Һәм 3-ші орында алғанда да қараң, 1-ші орында халықара пресс-клуб. Телевидение жөнесінің халықара пресс-клуб. Бұл елімізге белгілі журналистер. 2-ші орынды бәршеге белгі журналист Өзбекстан көлеміндегі бір профессионал журналист деп тән алынады, Құддус Азамов алды. Ал 3-ші орын біздің хабар жамааты алды. Әлбетте, осындай Өзбекстандағы бір профессионал журналистердің қатарында біздің жамаатымыздың де тілге алынуы, сол үлкен сахнада тұрып тілге алынуы әлбетте бір күтілмеген. О нәрсені мен әр уақыт еслеймін, бірақ әр еслегенімде бір кеуілімде өзгеше бір басқаша қуаныш болып кетеді. Оның жауапкершілігі ондан да бетер қиын екен. Бұл нәрсені сыйлықты алу аңсат екен, бірақ оның артындағы жауапкершілікті елеге шекем сезінеміз. Мінекей алтын қалем милли сыйлығын редакциямызға қоямыз, кабинетімізге. Һәм мінекей соған қарап, оны ілхам аламыз, еш аламыз. Біздер елде іслеуіміз керек, елде іслейтуғын затымыз көп, іслейтуғын нәрсеміз көп. Еле еш нәрсе іслеп үлгермедік деп айтсамыз бір-бірімізге. Бұл журналистика тарауындағы ең бір бүгінгі күндегі халықтың талабы, яғни бүгінгі тамаша ой кешегі тамаша ой емес.
информацияға деген талап күшлі бүгін. Біз болмасақ, басқа ғалаба хабар құралдары бұл орынды иелеп кетуі мүмкін. Сол үшін бірінші орында оперативлік һәм дәл анық жеткеріп беру вазипасы тұрыпты. Бүгінгі күнде біздің жамаатымыздың алдында һәм осы ұшында харекет етіп атырпыз. Венера апа, міне дұрыс айтасыз, әлбетте бұл сыйлық har қандай дүртушіні рухландырады. Бұл сыйлықты алғаннан соң біз білеміз, хабар редакциясы үшін жаңа декорациялар келді, жаңа көріністер менен тамаша көйлерге хабарлар жеткеріп атырпсыз. Бұл қаншелі сіздерді рухландырады? Дұрыс, әлбетте, міне тамаша көйлерде көріп атырған болса керек, соңғы уақытлары жаңа декорацияларда жұмыс алып барып атырпыз. Бұл әлбетте біз дөретуші адамларды кішкентай бір өзгеріс болса да ілхамландырады туысы. Міне осы декорация құрылып атырған уақытта бір нәрсеге бір күлгім де келеді, бір хәуесім де келеді. Біздің редакциямыз сондай бір ауызбіршілікті жамаат көз тимесін деп айтамын. Сол декорацияны құрып атырған уақытта келеді де, Венера апа, декорацияң ана жерін құрыпты, мына жерін құрыпты, мынаны түргеп түссек болады, я отырып түссек болады деді. Бір қуанышы, бір баладай да ақиқаттан. Әммесінің бір осы жұмысқа деген қызығушылығы, олардың бір осы кәсіпті сүйетіні, підайылығы көрініп тұрады. Сол үшінде бір харекет етіп атырпыз. Әлбетте бұнда декорациялар телевидениеде соңғы уақыттағы жалланудың басылануы, бұл әлбетте давам етіп атырпты. Бүгінгі күнде басқа редакциямыздағы көрсетулерде де жаңа декорациялар пайда болып атырпты. Сол үшін әлбетте әммесі жаңаланады, жасарады, өзгереді. Біз білеміз, журналист кезі келгенде ол шпакер, ол мұғалім, әттекі құрылысшы болып, сол тарауды үйреніп, көрсету таярлаймыз. Түрлі тарау уәкілдеріменен жүргеннен кейін, әлбетте көп қызықты уақиялар да болады. Қандай уақиялар болған енді? Дұрыс айтасыз. Енді қазіргі моментте қызық уақия есіме түсіп тұрған жоқ, бірақ бір уақияны еслеймін. Ақиқаттанам, журналист, осы орында бір ұстазымыздың гапы бар, журналист универсал кәсіп дейді. Себебі бұл әмме тараудың қызметкері менен сәубет алып баруға мәжбүр болып қалады бір уақытлар. Сол уақытта сол тарауды терең үйрену керек, сол адамды үйреніп шығу керек, сол тараудағы жаңалықтарды, өзгеріслерді, құқықи норматив үжетлерін үйрену керек болады. Әлбетте үлкен жауапкершілік талап етеді. Енді бір уақия болды, құрылысшы менен сәубет алып баруым керек болды. Құрылысшы менен сорау жауап алып барып атырпыз. Енді сорау жауап болып атырыпты. Бір уақытта ол менің басыма қарай береді сондайда. Сөйтіп бәрін сұрауларды жауап беріп болғаннан кейін айтады, сіз дейді каскыны аударып киіп алғансыз, теріс киіп дейді. Басымызға енді каска кигенбіз. Ал енді соны неге баста айтпадыңыз десе, мен мынаны тоқтатуға болмайтын шығар деп ойлап едім дейді. Сондай бір білмейтін, түсінбеген жағдайлар болады. Себебі құрылысты, мысалы, аял қызлар онша білмейміз, ол нәрсені бірінші мәрте киіп көруің басыма. Бұл жағдайдан қалай шығып кеткенсіз? Бұл жағдайдан енді әлбетте қайтадан жазуға, қайтадан съемка істеуге мәжбүр болғанбыз. Венера апа, бүгінгі күнде сізді тележурналист батында көбірек не нәрселер ойландырады? Енді бүгінгі күнде біздің Қарақалпақ журналистикасына тиесілі. Әлбетте Қарақалпақ журналистикасында алға ілгерілеулер, өзгерістер жүза сезіледі, ақырғы уақытлары. Әрбір баспасөзде болсын, радио, телевидение, интернет журналистикасы әсіресе. Әммесінде де өзгерістер, жаңаланулар бар. Заман менен тең қадем атуға харекет бар. Әлбетте ойландырғаны бұл жүда бір меніңше жақсы тарепке бағдар алып атырыпты журналистлеріміз. Жас журналистлеріміз болсын. Әлбетте ізленулер бар. Және бір қызықтыратын сұрау, бүгін әрдайым сіз, міне өзіңіз айтып жатырсыз, сәубетіміз давамында түрлі кәсіп иелерінен интервьюлар алғансыз. Бүгін біз сізден интервью алып жатырмыз. Яғни сіз интервью беріп жатырсыз. Интервью алған аңсат бекен, интервью берген. Енді интервью беруде өзіне жараса бір қиыншылығы бар екен, қазір сезіп отырыппан. Бірақ солай болса да интервью алудың жауапкершілігі жүда өзгеше. Себебі интервью алушы, жаңа жұқарда айтып өткендей, сол тарауды терең меңгерген болу керек, үйренген болу керек. Бұл үшін бір
үлкен бір журналисттің, сыртте журналистінің гапы бар еді. Қызық жауап алу үшін қызық сұрау болу керек. Журналист сұрауды таңлап та білу керек. Ол адамларды қызықтыратын сұрау не екенлігін, со жәмиетті, со күнді, со тұрмысты үйреніп шығу керек бұл үшін. Сол үшін да Сол адамның интервью ішіндегісін шығара алу керек. тура айтасыз. Сол адамның ақиқаттан не ойлап тұрғанын білу үшін журналист психолог та болу керек. Дұрыс. Бәрібір қалай айтқанда да интервью алу аңсат іс емес. Бірінші кезекте интервью алудың жауапкершілігі күшлі деп ойлаймын. Рахмет, Венера апай. Және бір сұрау, егер қарсы болмасаңыз, жеке өміріңізге тиесілі. Біз білеміз, сіз тележурналистсіз, лекін шаңырақта өмірлік жолдас, анасыз, үй бикесісіз. Қаншелі өз вазипаларыңызға үлгеріп атырсыз жұмыслармен? Міне сіз айтып отырсыз, har күні жұмыс қызғын кетеді. Бүгін 6-та тұрып съемкаға кеттіңіз. Күн қалай жұмақланатын елі өзіңіз білмейсіз. Тура айтасыз. Тура айтасыз. Енді біз аял қызлар үшін шаңырақ мұқаддес. Бәрібір бірінші орында шаңырақ тұрады. Мен ең әуелі осы шаңырақта өзіңді түсінетін өмірлік жолдас. Біздің тарауда егер өмірлік жолдасы, басқа оның туған туысқалары қолап қуатлап түсінбесе жұмыс істеу жүзді қиылау бола береді. Бәрібір тән алу керек, айту керек. Құдайға шүкір, көз тимесін деп айтамын. Енді жүзді түсінеді, һәм қолап қуатлайды. Сол үшін да мінекей таң азаннан кешке шекем. Әлбетте перзентлерім үлкейіп қалған, сол үшін да беймәлел жұмыс істеу мүмкіншілігім бар. Рахмет, сізге дүрзушілік жұмысларыңызда табысылар тілейміз. Хабар редакциясы жан болып, жаңа табысыларыңызбенен және студиямызда сіздерді күтіп қаламыз. Рахмет, сіздерге де. Жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Күніңіз мазмұнды өтсін. Құрметті достар, біз көрсетуімізді жұмақлаймыз. Сіздердің әрбір күніңіз мазмұнды өтсін дейміз. Әлбетте, бүгінгі демалыс екшембі күніңіз кеулі һәм мазмұнды өтсін деген жақсы тілектерімізді және бір мәртебе білдіріп өтеміз, һәм көрсетуімізді жұмақлаймыз. Келесі көрсетуімізге шекем, хош сау саламат болың. Аман болың, азизлер.